Сәлеметсіздер ме, құрметті Жандосов атындағы кәсіптік техникалық колледж ұжымы, ер азаматтар, студенттер. 7 мамыр Қазақстан Республикасының отан қорғаушылар күні. Бұл тәуелсіз еліміздің өзіндік қорғаныс қабілеті бар екенін білдіретін мереке. Ендеше, егеменді еліміздің отын сөндірмей, қорғаныс жүйемізді бекем ұстап келе жатқан барлық Қазақстан азаматтарын төл мерекелерімен және ұлы жеңіс мерекесімен құттықтаймыз. Отан қорғаушылар күні құтты болсын. Бүгінгі тәрбие сағатының мақсаты ешкімде, ештеңеде ұмытылмайды деген қағиданы ұстана отырып, жас ұрпақты тарихымызды тереңнен тануға баулу, оқушылардың отан тарихына деген сүйіспеншіліктерін арттыру, жеңіс салтанатын көре алмай кеткен боздақтардың ерлік істеріне тағзым етуге, өз халқымыздың тарихын құрметтей білуге, дүние жүзіндегі басқа ұлт өкілдерінің достығын нығайтуға тәрбиелеу. Ұлы отан соғысы. Фашистік Германия 1941 жылы 22 маусымда соғыс жарияламастан тұтқиылдан КСРО-ға шабуыл жасады. Кеңес одағының ұлы отан соғысы басталды. Тарихта ұлы отан соғысындай қасіретті соғыс болған емес. Соғыста 27 миллионнан астам кеңес адамы қаза тапты. Соның ішінде 410 мыңы қазақстандықтар болатын. Қазақстандықтар Мәскеу үшін шайқаста фашистік Германия кеңес одағының астанасы Мәскеуді бірнеше апта ішінде басып аламыз деп жоспарлады. Бірақ Москва түбіндегі шайқаста Қызыл армия ентелеп келе жатқан фашист басқыншыларын тоқтатып, өздері қарсы шабуылға шықты. Бұл жеңісте қазақстандықтардың үлесі зор болды. Мәскеу үшін шайқаста ерлік көрсеткен қазақ батырлары 1941 жылы Алматыда генерал Панфилов 316 атқыштар дивизиясын жасақтады. Осы дивизияны 28 панфиловшы батырлары Мәскеу қаласын алуда өшпес ерлік көрсетті. Волоколамск жолында қорғаған 28 панфиловшысының 22-сі қазақстандықтар еді. Мәскеу түбіндегі шайқаста 316 атқыштар дивизиясының командирі Кеңес одағының батыры Бауыржан Момышұлы болды. Бауыржан Момышұлы Кеңес одағының батыры, жазушы, ұлы отан соғысының даңқты жауынгері, әскери қолбасшы, стратег және тактик. Батыс майданындағы 16-шы армияның 316-шы батальон командирі болған. Төлеген Тоқтаров Мәскеу түбіндегі Бородино селосы үшін шайқаста неміс штабына ең бірінші болып кіріп, 5 неміс офицерін жойып қаза болған Кеңес одағының батыры. Төлеген Тоқтаров 19 желтоқсан 1920 жылы Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданы Қарақұдық ауылында дүниеге келген. 1941 жылдың желтоқсанында шақырылып, Калинин майданы, 3-ші екпінді армия, 8-ші гвардиялық атқыштар дивизиясы, 1075-ші полк құрамында ұлы отан соғысына қатысқан. Қаһармандығы мен батылдығы үшін Төлегенге қаза тапқаннан кейін жоғарғы кеңес төралқасының жарлығымен Кеңес одағының батыры атағы берілді. Өскемен, Риддер, Алматы қалаларының көшелері Тоқтаров есімімен аталады. Мәлік Ғабдуллин, ұлы отан соғысына қатысушы, подполковник, жазушы, қоғам қайраткері. Қазіргі Абай атындағы Қазақтың ұлттық педагогика университетін бітірген. 1935-37 жылдар аралығында кеңес әскері қатарында әскери борышын өтегеннен кейін социалистік Қазақстан газетінде редактор болған. Ұлы отан соғысына Калинин майданындағы 2-ші гвардиялық корпустың Панфилов атындағы 8-ші гвардиялық дивизияның 1075-ші полк құрамында қатысқан. 42 жылы қаңтар-наурыз айларында Тарапец, Холм бағытындағы Новосфинхов деревнясы үшін болған ұрыста басқарған жауынгерлер тобы 2 сағатқа созылған айқаста жаудың 80 әскерін жойып, 85 автокөлігін тұтқынға түсірген. Ерлігі үшін Кеңес одағының батыры атағы беріліп, Ленин ордені және алтын жұлдыз медалімен марапатталған. Ленинградтық өренім, мақтанышым сен едің, Нева өзенін сүйкімді бұлағымдай көремін. Көпіріне қарасам, көмкерген су көремін, өркеш жарасқан шоқлардай дер едім. Сапырылған көктеңіз шомылдырған кемерін, жабықпағын Ленинград. Отан әмір берген шақ, сап-сап қол барар, қорғап сені ол қалар. Жанышталар айдахар, жата алмаймын төсекте, жаным қалай жайланар. Құс ұйқылы көнемін, қайтып ұйқы көремін,
жетсін деймін сендерге жыл құсындай өлеңім. Жамбыл Жабаев, 1941 жыл. Әлия Молдағұлова, қаһарман қазақ қызы, Кеңес одағының батыры. Анасы Маржан қайтыс болғаннан кейін нағашысы Әубәкір Молдағұловтың қолында тәрбиеленіп, Санкт-Петербургтегі нөмірі 9 мектепте оқыған. Ресейдің Рыбинск автотехникумын бітірген. 1942 жылы өз еркімен Қызыл әскер қатарына алынып, мергендердің орта әйелдер мектебін үздік бітіріп шықты. 1943 жылдың тамыз айынан 2-ші Прибалтика майданында 26-ші атқыштар дивизиясының құрамында ұрыстарға қатысып, мергендігімен көзге түсті. Новосокольник темір жол станциясы маңында болған ұрыста Молдағұлова жауынгерлерді шешу шайқасқа бастап, қаһармандықпен қаза тапты. Мәншүк Мәметова 22 жыл дүниеге келген. Оның шын аты Мәнсия. Ол Орал облысы Орда ауданында туылған. 1943 жылдың 16 қазанында қайтыс болды. 44 жылдың 1 наурызында ержүрек қызға Кеңес одағының батыры атағы берілді. Ұлы Отан соғысы басталғанда Мәншүк Алматы медициналық университетінде оқитын. 42 жылы өз еркімен майданға аттанған ол 21-ші атқыштар дивизиясының құрамына атысты. Аға сержант пулеметші Мәншүк мергендігімен, ержүректілігімен көзге түсті. Ол Невель қаласының түбіндегі шайқаста соңғы ден үзілгенше қолынан пулеметін тастамаған күйінде қаза болды. Қазақстандықтар Сталинград үшін шайқаста Мәскеу түбінде жеңіліске ұшыраған фашист әскерлері астық пен мұнайға бай оңтүстік аумақты жаулап алмақ болып, Сталинград бағытындағы ең таңдаулы әскерін жіберді. Кеңес жауынгерлері өліспей беріспейміз деген ант берді. Сталинград қаласының әр үйі, әр көшесі қамалға айналды. Қазақ жауынгерлері таңғажайып ерлік көрсетті. 1945 жылы 2 мамырда Берлин қаласы алынды. Рейхстаг қабырғасына алғашқы болып ту тіккен Рақымжан Қошқарбаев болды. 1941-1945 жылдар аралығында Ұлы Отан соғысына 35 миллион адам, соның ішінде 1,5 миллион қазақстандық қатысты. Бұл республика халқының 18 бен 50 жас аралығындағы ересектердің 70%. Ұрыстардың алғы шебінде Қазақстаннан жіберілген 23 бірлестік, 50 шақты полктар мен батальондар шайқасты. Қазақстандықтар Мәскеу мен Ленинградты жанқұя қорғап, Украина мен Беларусьті, Прибалтика мен Молдованы азат етуге атсалысты. Берлин шабуылына қатысты. Ондаған мың қазақстандық ерен еңбегі мен ерліктері үшін марапатталса, 500-ден астам адам Кеңес одағының батыры атанды. 4 адам бұл атаққа 2 мәрте ие болды. 142 адам даңқ орденінің толық жинағының иегері атанды. Біздің халқымыздың Ұлы Отан соғысындағы қаһармандық ерлігі жеңіспен аяқталды. Бұл жеңіс 20 миллион жерлестеріміздің қанымен, тірілердің табан ет маңдай терімен келді. Соғыста ерлікпен қаза тапқан қыршын жастарымыздың қаһармандық рухын ұрпақтар есінде мәңгі сақталады. Бұл жылдары жүрегі отаным деп соққан әр азамат барынша күресе білді. Әрбір азамат өз отанына деген антын орындап шықты. Міне, ата-бабаларымыздың арқасында бүгінгі күні өз тәуелсіздігімізді алып, егеменді ел болып, әлемге танылып отырмыз. Өз әнұранымыз, өз елтаңбамыз, әрқашан биіктен көрінер туымыз бар. Бұл біз үшін үлкен қуаныш, үлкен бақыт. Елімізде бейбітшілік болсын, аналарымыздың зарлаған, сәбилеріміздің жылаған даусы естілмесін, айбынды азаматтарымыз аман болсын. Ұлы жеңіс күні құтты болсын. Ешкімде ұмытылмас, ешкімде ұмытылмайды. День победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек.
были версты, обгорелые в пыли. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Ни ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Ни ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом трава. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы.